Бүгінгі тақырып бізде енді 13-ші апта тақырыптары Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында. 1941 жылдың 22 маусымында фашистік Германияның Кеңес одағына тұтқиылдан шабуыл жасауы Екінші дүниежүзілік соғыстың жаңа кезеңін бастады. Ұлы Отан соғысына Қазақстан халқы түгел қатысып, елдің экономикасы мен қоғамы соғыс жағдайына бейімделді. Қазақстаннан 1.200.000-ға жуық адам майданға аттанды. Олардың арасында Кеңес одағы батырлары атанған Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова сияқты тұлғаларымыз болды. Қазақ жерінде 12 атқыштар дивизиясы, 4 ұлттық кавалериялық дивизия және бірнеше әскери құрылымдар жасақталды. Бұл осы уақытта Қазақстан өнеркәсібі майдан қажеттілігіне қызмет етіп отырды. Украина мен Ресейдің батыс өңірлерінен көшірілген 220-дан астам өнеркәсіп орны Қазақстанға орналастырылды. Әсіресе қара және түсті металлургия, көмір өнеркәсібі және де мұнай өндірісі ерекше дамып отырды. Қазақстан жауынгерлерге азық-түлік, киім-кешек және әскери техника мен қару-жарақтармен көмектесті. Соғыс жылдары Қазақстан жүздеген мың эвакуацияланған адамдар мен өндіріс орындары қоныстандырылды. Ол Қазақстанның халық құрамы мен әлеуметтік құрылымына елеулі өзгерістер енгізді. Жалпы алғанда Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында Кеңес одағының маңызды стратегиялық аймағына айналды. Ал соғыстан кейінгі жағдайы туралы айтатын болсақ, ол кезде қираған салаларды қалпына келтіру мен халық шаруашылығын дамыту міндеттерін шешуге экономикамыз бағытталды. 46 және 50 жылдар аралығында 4-5 жылдық жоспар жүзеге асырылып, өнеркәсіп пен шаруашылық қалпына келтірілді. 54 жылдан бастап Қазақстан тың және тыңайған жерлерді игеру науқаны Қазақстанда орын алды. Басты мақсаты астық өндіруді арттыру болды. Соның нәтижесінде Қазақстан Кеңес одағының негізгі астықты аймағының бірі болды. 25 миллион гектар жер жыртылып, ондаған жаңа совхоздар құрылды. Ол науқанға жастар, әсіресе РСФСР-ден келгендер қатысты. Тың игеру экономикасының дамуына серпін бергенмен, бірқатар қиындықтар туындады. Яғни жер эрозиясы, топырақтың тозуы сияқты экологиялық мәселелер пайда болды. Сонымен қатар республика халқының ұлттық құрамында өзгерістер орын алды. Қазақтардың үлесі біртіндеп төмендей бастады. Ал енді 65 және 90 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі мен мәдениеті туралы айта кетсек, ол 65 жылдан бастап Кеңес одағында экономикалық реформалар жүргізілгенмен Қазақстанда саяси жүйе орталықтандырылған күйінде қалды. Республикадағы барлық негізгі шешімдер Мәскеудің тікелей бақылауымен қабылданды. Қоғамдық өмірде ұлт мәселесі шиеленісе түсті. Қазақ тілінің қолданылу аясы тарылып, урбанизация үдерісі күшейе түсті. Қазақтар өз жерінде азшылыққа айнала бастады. 1986 жылы желтоқсанда Алматы қаласында қазақ жастарының бас көтеруі орын алды. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығына орыс ұлтының өкілі Колбиннің тағайындалуы халықтың бұл наразылығын тудырған еді. Желтоқсан оқиғасы кезінде кеңес жүйесіне қарсы ұлттық наразылықтың алғаш көріністерінің бірі болды. Мәдениет пен ғылым саласында бірқатар жетістіктер байқала бастады. Қазақ әдебиеті, өнері және киносы дамыды. Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин секілді жазушылардың еңбектері кеңінен танылды. Және де кинолардың арасында Қыз жібек, Атамекен сияқты фильмдер ұлттық мәдениеттің дамуына үлес қосты. Жалпы алғанда, бұл 65-90 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде сыртқы тұрақтылық сақталғанымен,
ол ұлттық сананың өсуімен және саяси тоқыраумен сипатталған жылдар аралығы болып саналды